Сұрақ қою не үшін маңызды? Ойланып қараңызшы, былай қарасаңыз айтасыз, ой, жай ғана сұрақ қою ғой, оның нең маңызы бар мен үшін? Ең кішкентай нәрседен бастап, үлкен нәрсеге қадам жасайтынымызды ұмытпайық. Осы сұрақ қою арқылы сіз адамнан көп нәрсе біле аласыз. Жай ғана бір мысал, күнделікті өмірдегі мысал, сіз адаммен танысу үшін не істейсіз? Сұрақ қоясыз. Қай жақтансың, есімің кім, қайда оқыдың, немен айналысасың деген сияқты сұрақтарды қою арқылы сіз ол адаммен жақынырақ танысасыз. Өз араңызда байланыс орнатасыз. Ол байланыс келе-келе үлкен қарым-қатынасқа ұласады. Мүмкін ол сізбен жақсы дос болады, жақсы таныс болады. Мүмкін кейін сіз ол адаммен әріптес боласыз деген сияқты. Яғни, бұл қарым-қатынастың бәрі бір сұрақ қоюдан басталды. Енді оратор үшін сұрақ қою не үшін керек? Сіз аудиторияны өзіңізбен жақындастыру үшін осы сұрақ қоюды пайдаланыңыз. Аудиторияны түсіну үшін ол кісілер не қалап келді, не алғысы келеді, не үйренеді жалпы. Ол кісілердің дәл қазіргі көңіл күйі қалай, қандай аудитория, барлығын бақылау үшін, олармен тығыз қарым-қатынас орнату үшін дұрыс сұрақ қоя білу керек. Жай ғана сұрақтар емес, орынды және дұрыс қойылған сұрақтар болуы тиіс. Және тағы не үшін керек? Көп адамдар айтады, мен сөйлеп жатқан кезде басқалар мені тыңдамайды. Болмаса, мен сөйлеп жатқан кезде басқа кісілер бір-бірімен сөйлесіп жатады. Немесе әлеуметтік желіге кіріп кетеді ұялы телефондарына. Мен не істесем болады дейді. Мен айтам, ал сіз ол кісілерге сұрақ қойдыңыз ба? Жоқ, қойған жоқпын. Не үшін? Көрдіңіз ба? Ол кісі сахнаға шыққан кезде диалог болып кеткен. Өзі ғана сөйлейді, өзі ғана айта береді, тек өзі. Мен ылғи да айтамын, аудитория мен оратордың арасында тығыз қарым-қатынас байланыс болу керек. Ал осы байланысты орнататын алтын көпір ол сұрақ. Дұрыс қойылған сұрақ. Сіз сұрақ қою арқылы аудиторияны басқара аласыз. Олармен тығыз қарым-қатынас жасай аласыз. Мүмкін сіз ол жерге бір өнімді жарнамалау үшін шыққан шығарсыз. Болмаса басқа бір затты ұсыну үшін шыққан шығарсыз. Яғни өзіңіздің шыққан мақсатыңызға қол жеткізу үшін де осы сұрақ қою керек. Ал енді сұрақты қалай дұрыс қойып үйренемін, қай сұрақты қай кезде қалай қою керек, осының барлығын меңгергім келеді десеңіз, сөйлеу шеберлігі курсына қатысыңыз. Біз сіздерді күтеміз.